Қазақстан Республикасы Қарулы күштерінің бас қолбасшысы, Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2 сәуір күні өңірлік әскерлерді жинақтау мақсатында әскери міндеттілерді арнаулы жиындарға шақыру туралы жарлық шығарды. Елімізде белең алып жатқан коронавирус індетінің таралуын тоқтату мақсатында аталған шешім өте маңызды. Қазіргі күні еліміздің барлық аймақтарынан жастар, белсенділер, әскери міндеттілер аталған жарлықты қолдап үн қосуда. Осы ретте запастағы офицер ретінде әрдайым кез келген қиын сәтте ел қорғаны болуға дайын екендігімізді жеткізгім келеді. 2014 жылы отан алдында ант қабылдау рәсімінде оқыған өлеңімді замандастарыма арнаймын. Семсердің жүзіндей қайралған, шыныққан қорғасын сақадай, офицер жол табар қайраннан, сарбаздар тұрғанда бата алмай, ант беріп отанды қорғаған, шеруде жорықта сіз өткен, офицер қырандай олмаған, бейбіт күн шуағын күзеткен, ойышқыр сұңқардай қырағым самғаған елімнің көгінде, бас сардар, пір тұтар ұраным, шешуші майданның шебінде, айбынды шекара төрінде, шалқыған көк теңіз жалында, бір адым кейінге шегінбей, қасқайып қарсы тұр дауылға. Өміртай Амалбек, Түркістан.